сабағымыз бастамас бұрын ең бірінші жақсы көңіл күй келтіріп алайық, иә? Сәлеметсіздер ме балалар? Сабағымызды бастамас бұрын көңіл күйімізді көтеріп, рухымызды арттырып алайық. Ол үшін сіздерге сөйлемді аяқта айдарын ұсынамын. Мына жерде бірнеше сөйлемнің басы берілген. Қалаған ұяшықты таңдап, сөйлемді өз ойларыңызбен жалғастырыңыздар. Сәттілік тілеймін. Біз қазір білеміз, иә, барлығымыз адал азамат бағдарламасы бойынша бізде қазір қандай екен? Жасампаздық және жаңашылдық айы, иә? Енді қазір сол бойынша сөйлемді аяқта айдарын жасап көрейік. Бірінші ұяшықты таңдайын, иә? Жаңа ой тапқанда мен өзімді қалай сезінемін дейді. Кім жауап береді балалар? Айта ғой, Салима. Жаңа ой тапқанда мен өзімнің қуанышты сезінемін дейді. Жарайсың, отыра ғой. Келесі. Екінші ұяшықты қандай? Жаңашыл адам әрқашан қандай болу керек дейді. Кім жауап береді балалар? Мұхаммед, айта ғой. Жаңашыл адам әрқашан ізденісте болу керек. Тамаша, әрқашан ізденісте болу керек дейді. Үшінші ұяшық. Жаңа идеяны жүзеге асыру үшін, ары қарай сөйлемді жалғастыруымыз керек. Кім айтады? Сәкен айта ғой. Көп оқу керек дейді, білім алу керек, жарайсың. Келесі. Арманымдағы ең үлкен жаңалық. Кім жауап береді балалар? Алина айта ғой. Армандарымдағы ең үлкен жаңалық білімді болу. Білімді болу, иә, сенің ойыңша. Жарайсың, тамаша, отыра ғой. Ал енді балалар, қазір біз сабақты бастамас бұрын мен сендерді топқа бөліп алғым келіп тұр, иә? Жүрекшені басамыз және топқа бөлінеміз, иә? Келе ойындар. Сол топқа жайғасамыз. Сегіз оқушыдан болды. Арқылы деген сол ғой, бірінші топқа, иә? Ал орындарыңызға жайғаса орныңыздар. Осы бағалау бойынша, әр тапсырма бойынша дискриптор беремін, сол бойынша өзімізді бағалап отырамыз. Бірінші топта бізде Дария болсын, иә? Екінші топта Василя. Үшінші топта кім сайлаймыз? Анда. Топ басшысы боласыңдар, иә? 709-ші есепті берген болатын, иә? Әрбіріміз орындадық па? Орындасақ қане. Көршіңді тексер әдісі арқылы дәптерімізбен алмасып, бір-біріміздің үй жұмыстарымызды тексеріп шығыңыздар. Үй жұмысын тексеріп шығыңыздар. Барлығымыз орындаған сияқтымыз, иә? Үшінші топ барлығы дұрыс. Үшінші топ барлығы дұрыс екен, иә? Ондық бөлшектерді өтіп жатырмыз, иә? Қазір ондық бөлшектерге амалдар қолдану. Сол бойынша қазір мен сендерге шырағай платформасы арқылы өткенге шолу жасаймыз, иә, балалар? Өткен тақырыпты қайталаймыз. Мына жерде бізге ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыруымыз керек екен, иә? Кім келеді? Бірінші топтан. Келіңіздер. Бірінші, екінші топтан келіңіздер. Бірінші топтан. Аха, осында балалар, келіңіздер. Сезонный связи. Енді жауабын тексеріп көрейік, иә, балалар, дұрыс па, дұрыс емес па? Тамаша, жарайсыңдар, барлығы дұрыс дейді. Ал енді екінші топтан 4,8 дейді. 3,7. Тамаша. 105. Шыға қойыңдар, тез-тез. 4,108.
8 deydi. 5,19. Bunda hay Avstriya bilimi. O'tiradi. Javobini tekshirib ko'ring. Hammani jarayonlar bolalar. Endi bizga shuncha to'g'rimiz haq kelingizlar. Bir-birdan. O'nda ko'rga. O'ndan 10. Evet. 5,19. Tamamlaşa. O'ndan 7. Bundan 3,7. Ondan 7. Al. Tekshirib ko'ring. Jarayonsizlar bolalar. O'tgan sabaqda barlig'imiz shaxsi mengirgan ekanmiz. Taqribi 10 qo'shitganda 10, 100 және 1000, 0,1, 0,101 және 0,1 sanlardan ko'paytу және bölü ekan ya. Sababimizning maqsadi 10 qo'shitganda ko'paytу erejelerini qo'llanu және 10 qo'shitganda bölü Endi bugungi taqdir bo'yicha men sizlarga sababni yaxshi esga saqlovni qanday jasab berdim. O'tir damti deb ataladi. 10, 100, 1000 sanlarga ko'paytganda bizga 10 ga qaray жылжытады ekamiz ya. 10, 100, 1000 sanlarga bo'lgan кезде керісінше солға қарай жылжытамыз. 0,1, 0,101 мыңнан 1ге көбейткен кезде солға жылжытады екенбіз. 0,1, 0,101 мыңнан 1ге бөлген кезде 10ға қарай жылжытады екенбіз ya. Ал енді балалар, сабағымыздың олай болса негізгі бөліміне көшейік ya. Жеке жұмыс. Бұл бізде асырату ойыны арқылы жасап бердім сендерге. Қазір дәптерлеріңді ашып, бүгінгі күннің ретін жазып, сабақтың тақырыбын жаза қойыңдар. Жеке тапсырманы қазір дәптерге орындайтын боламыз. Дәптерлеріңізге жазып орындаңыздар. Кейін жауаптармен тексереміз, я? Әркім өз орнында орындайды. Жеке жұмыс бізде 2 балмен бағаланады. Бұл жерде бізде 9 есеп қоя. 1-ден 4 есепке дейін орындаған оқушы 1 бал аламыз. Және де 5-ден 9 есепке дейін кім жақсы орындаса 2 бал қоямыз өзімізге, я? Дұрыс шығарсаңыздар 2 бал қойыңыздар. Келесі бізде жұптық тапсырма болады, я балалар. Қазір оқулықпен жұмыс жасаймыз. Жұпқа бөлініп аламыз. Бірінші топта бізде 3 жұп болады, 2 қыз бірге, екеуіңіз бірге жұмыс жасайсыздар, я? Қазір бізге оқулықтан номер 722 есепті ашыңдаршы. Номер 722 есеп. Өрнектің мәнін тапсырды. Мына жерде бізде 12 есеп екен. Қазір бірінші топта бірінші, екінші, үшінші есепті орындаймыз, я? 4 есептен бөліп алайық 3 топқа. Екінші топ 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші есепті орындаймыз. Василияны дұрыс пе екен? Қанша 0 деп 4 0, я? 4 0 дұрыс. Василияны есептерін тексеріп алыңдар, я, оқушылар? Аминаны кіші. Дұрыс екен, я? Есептеріміз тексеріп алыңыздар. Егер 4 есепке де дұрыс шығарсаңдар, өзімізге 2 бал қоямыз. 2 есеп дұрыс болса, онда 1 бал қоямыз. Келесі. Жұптық тапсырмаға да 2 бал беріледі. Біздің сандығымыздың ішінде асықтар бар, я? Қазір асықтар өткен. Осы асықтармен сүйірді күсатын жасаймыз. Қара жойға әуеліне бар. Қанатында боламыз.
есеп бұл бізде жеңіл есеп екен, иә. Екінші есеп орташа, үшінші қиындау есеп болады екен. Бір есепті шығарсақ 1 балл қоямыз, екі есепті шығарсақ 2 балл қосамыз, үшінші есепті шығарсақ онда 3 балл қосамыз. Сонда топтық жұмыс бізде 6 ұпаймен бағаланады екен, иә. Бірінші топқа сауда және қаржы, екінші топқа асхана және қадам, үшінші топқа жол және өлшем. Топтық жұмысқа 10 минут уақыт береді. Берілген оқиды. Бірінші есеп. Қатты оқимыз, қатты естімейді. 3,17 километр неше метр? 3,117, иә? Не істейміз бұл жерде? Жоқ, 1 километрде дескриптарға қараймыз. Километрде Метрде айналдырады. айландырамыз. Метрді дұрыс Жылжыту керек. бірлікте дұрыс жазады. Жазу керек, иә, дескриптора. Ал енді Метр мәнін табу керек. 6,17 көбейтеміз x мұндағы x тең 100 x тең 0,1. оннан 1, иә? Ал оннан алтыны көбейтеміз. 0,100 оннан 16 дейді. Дұрыс па, балалар? Дұрыс. Студент қанша теңге табыс тапты дейді? Бір шоколадтың құны 0,25 мың теңге екен. Бір күнде 1000 теңгені теңгеге дұрыс айналдыру керек екен. Одан кейін көбейту амалын дұрыс орындау керек. Үшінші шешімін табуымыз керек екен, иә? Ал не істедің мына жерде? 50 теңге болды, иә? 250 теңге сонда не болды? 250 теңге ол не болды? Бір шоколадтың құны болды, иә? Келесі, ары қарай, екінші амал қандай болды бізде? 1000 теңге, тамаша. Яғни бір шоколад бізде 250 теңге болса, біз дүкен 1000 шоколад сатқан екен, сонда біздің табысымыз 250 мың теңге дейді, иә? Тамаша, отыра қойыңдар. Ал есебін берілген оқиды. Бірінші есеп қандай бізде? 0,6 неше миллиметр бар? Жауабы 0,6. Қалай тапсық оны? 1 литрге миллилитр дейді. Литрді неге айналдырдық? Миллилитрде, иә? Миллилитрге айналдырдық. 1 литрде қанша миллилитр бар? 1000. Дұрыс айтасың, яғни 1000-ға көбейттік, иә? Сонда бізде қанша шықты? 600 миллилитр. Тамаша. Келесі екінші есепті оқи ғой. Өрнектің мәнін табу керек. 8,125 көбейту а. Мұндағы а тең 100, а тең 0,100-ден 1. Шешуі қойдық. Дескриптор бар екен? Аның орнына белгілі сандарды қойып есептейміз, нәтижесін жазамыз, айта қоямыз. 8,125-ті 100-ге бөлгенде 825. Қанша өтірік жол шықтың? 2 өтірік жол шықтың, тамаша. Келесі. 8,125 көбейту 0,100-ден 1. Жауабы 0,825. Тамаша. Келесі, үшінші есепті оқи ғой. Асханада бәліш пісіруге 0,148 тонна ұн әкелінді. Оның 0,100-ден 1 бөлігі жұмсалды. Неше килограмм ұн жұмсалды? Шешуі? Нөмірі 730 есеп. Амалдарды орындау керек. Барлығымыз өзімізге тиісті балды қойып алайық, иә? Енді бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс керек. Бізде мынандай жеміс ағашы деген кері байланыс алып отырмыз сендерге. Бүгінгі сабақ бойынша егер сабақ сендерге түсінікті болса, түсінікті болдыны басамыз. Сұрақтарың болса, сұрағын бәрін басамыз. Егер сабақ онша түсініксіз болып, тағына қайталау керек десеңіздер, онда қайталауым керек дегенді басамыз. Келіңіздер, тездетіп кері байланыс береміз.
Kім деп сұрағым? Келе ғой. Анығыңыз ба? Ал енді балалар, қазір бүгінгі сабақ бойынша мен сендерге енді жер байланыс берейін. Адиля? 9 балл. Дария? 9 балл. Барлығын 9 балл қойғансыңдар. Нұрмахамбет? 10 балл. Мен кішкене келіспеймін, бүгін кішкене белсенді болмадым, сол себепті саған 8 балл қояр едім. Ясин? 8 балл. 8. Салима? 8. Салима? 8. Василя? 10 балл. Жарайсың 10 балл. Бүгін сабаққа өте белсенді қатыстың. Амина? Амина? Сен де жақсы қатыстың. 10 балл. Хадиджа? Хадиджа, кішкене белсенді болмады, бүгін 9 балл қояйын. Дамир? 9. Алима? 9 балл. Амина? 9 балл. Мұхаммед? 8 балл. Келісемін. Юсуф? 8 балл. Тамам, 7 балл қояр едім бүгін. Арақат? Сен де өте сабаққа қатыспай отырдың, оны саған 6 балл қояр едім. Ал енді бүгінгі аяқтап көрейік. Бүгінгі сабағымыз бізде жақсы өтті деп ойлаймын. Сабаққа белсене қатысқандарың үшін рахмет. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.